Салам достор, бүгінгі видеода біз мынандай переводчикаға гипсокартон менен ашып қойылғанын үйретеміз. Мындай мынандай бар. Ал үшін жасашын көрсөтөм. Биринчиле направляющийлерди катырылабыз. Мына рамка, пластик рамкага деле боло берет. Тешегин кийин силикон менен жамап коесуңар, тешилип калат десеңер. Мындай кылып 1 сантиметрдей калтырып, үстүнөн рамканы üstüne yerden 1 santimetre место var. Рамка өзі уровеньге қойылады. Направляющийлерді қоя аламыз дағы. Одан кейін азыр шunu ішіне лайық қылып гипсокартон кесіп аламыз. Дағы дальше көрсетемін. Направляющий қатырылғанымыздан кейін біз мына жердің уровеньін аламыз. Мына үстіменен мына теңдерін алып. Уровеньге келгенден кейін 0 болды. Затын жерін чиіп қойғыз. Мында метка алып қойғыз. Чтобы профильді жүрі қатырыш үшін. Normal oldu. Şimdi açıyoruz. Bakın da metka kılıyoruz, çiğip kulağına. Uyum oldu. Yerge. Ne kadar çizginin sözümüzü mü koyalım? Mınan uruyn менен, мынан уровень 1 уровень өтірат атыршы. Диана алдық. Шерғалы гипсокартон алайқыл кесіп салалауыз дағы. Пена шешағыз. Гипсокартон қой алдық бұяққа. Жүгінен елін тұрады бұяқта. Сырт жағы мынау профиль елін тұрады. Мынау уровень тұрады. Жығаш қойып қойған үшін жығаштың размері әртүрлі болып тұрады. Пенаны қой. Пенаны. Пенаны қой, пенаны. Керек болуын мен қойсыз қалуын. Қанша сұғалады. До конца чашпаш керек, до конца снарт теуіп кетеді. Аралығында место бар, нарақтағы жераққа шығады. Оғызындағы ішкеррақ керек ішіне. Мынакей достар, пенаны шашып қойдық, енді құрғача күтеміз бұны. Құрғаннан кейін мына направляющий профиль бізге уровеньде тұрады. Шunu түгіне бычақпен кесіп қойғыз дағы, гипсокартонды сындырып ішіне алып қойғыз дағы. Бұяғын бычақпен кесіп жіберіп шығарылып, шпаклевкаға да болады. Алды бұны құрғача да күтеміз. Мында профильді қойып тұрып, мында içine
aşağı falan sebebi tekrardan içeri koyduk da 40 tane olmuş bölümünde bu bölümde. Oturup stop yapabilir. Bir de tutun. Canavarlarla ilk alemde nasıl olsun? Kelime çıkan niye mi olacak? Yerinde de şu cennesi var da şöyle gitsek adamların yakı kileyle koyalım. Şıpak efendim. Manda ot yerine pırayış katırlığız dağı. Bu işin içine atıp gitsek adam tığağız. Penadan çaşıp durup yakı katır koyalım. Vaxtı keyin pena katırgandan keyin tamar ver çağısalabız. Oşunda oknum ne yapıp koyup düşü. Manda pırayış koyup koyalım. Şuta verağa teyip etpeşin pena. Anam ne tamar ezmele tartır koyalım. O tamar ez vaxtı kalmıp durardı. Pena menen kileyle koyduk da bir yaka. Tekrardan yaratayıp koyduk. Azı bir yana pena çaşıp durup katırıp koyarız. Manda ramkadan acırap koygan da şonun için biz tüsten alın. Hatkasta çoğun tutadık içine.